халал дейді ғой, адал жолмен еңбек, адал жолмен ақша табуды үйретті. Дін өзі не керек? Шариғат абай айтады. Абай біз етегіне мықтап ұстап, абай бүй деп айтады. Дін не үшін керек дейді? Дін дейді ақ пен қараны ажырату үшін керек. Көрдіңіз бе? Дін не үшін керек? Ақ пен қараны ажырату үшін керек, көрдіңіз бе? 38-ші сөзін қараңызшы абайдың. Китапта стихында абай айтады. Сонда ғана дейді, яғни адам дейді, ғылым білімге махаббат оянғанда дейді, негізі жалпы адам болудың шарты, адам болушы ол ғылым білімге махаббаттың оянуы. Ғылым білімге махаббаттың оянуы ол адам болудың шарты. Неге? Өйткені сен сонда ғана дейді, сен Алланы танисың, дүниені танисың, өзіңді танисың. Көрдіңіз бе? Егер сен ғылым білімге махаббатың болмаса, сен тани алмайсың Алланы. Өзіңді тани алмайсың, дүниені тани алмайсың. Соны абай айтады, қашан бір баланың ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Бізде мысалы адам болу деген түсінік жоқ қой. Бізде адам болу тек қана біз материалдық тұрғыдан ойлаймыз. Машина сатып алыпты адам болыпты, үй салыпты адам болыпты, мысалы, үйленіп адам болып кетті ғой. Жаңағыдай. Ол да жақсы. Жаңағыдай тіршіліктің мәселелерін шешіп ешкімге масыл болмай, өз аяғын өзі алып жүрген, ол да жақсы. Бірақ үлкен мағынасында адам болу осы үш таным арқылы жүзеге асады. Яғни Құдайды тану. Егер сен Құдайды танымасаң, сен өзіңді танымайсың. Неге? Өйткені Құдайды тану арқылы өзіңді танисың, өзіңді тану арқылы Құдайды танисың. Неге? Өйткені Құдай тағаланың бүкіл 99 көркем есімі, 8 субутия сифат сен жанында тұр дейді. Қараңызшы. Сізге мысалы біреу үйге кір машина алып келді, кір жуатын машина. Сен мысалы оны жасаған мастерді тануың керек бірінші. Ол мастер өзінің шеберлігі туралы кітап жазады. Оны жаңа ноу-хау дейді, памятика дейді ғой, мысалы. Бұл машина қалай жұмыс істейді? Бұл машинаны қалай болған машинамен қатынас жасау керек? Бұның режимі қандай? Ол өзі соған жазады. Сен соны оқып барып сол машинаны жүзеге асырасың. Яғни бір шеберді танисың сен. Айтады мысалы бұл машинаға мысалы кір машинасы бұл 3 килограмм кірге арналған. Арттыруға болмайды, артса жанып кетеді. Немесе 5 килограмм сыйымдылығы осыншама бүйтуге болмайды, дұрыс па? Сонда біз Құдайды таныған кезде адам ол бізді жаратып тұр ғой. Біз қандаймыз, біз соны танимыз. Сосын енді өзіңді таныған кезде сен өзің арқылы Құдайдың, яғни таныған Құдайдың қасиеттерін жарыққа шығарасың, өзіңді тану арқылы ғана. Сонда мәшһүр айтады, Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді дейді. Бұл ғажап идея, түсінесіз бе? Сонда сен мысалы Алла шебер дейміз ғой, Алла шебер, бірақ Алланың шеберлігін дейді сен арқылы көрінеді дейді, көрдіңіз бе? Сен қаншалықты өзіңді аша алсаң, сол арқылы Құдайдың шеберлігі көрінеді. Ол үшін сенің алдында үлгі болу керек. Үлгі не? Алла тағала. Абай айтады, қарашы дейді, Алла тағала мына ғаламды қалай жаратты? Кемелдікпен дейді, және Алланың жаратылысында керек емес нәрсе жоқ. Керек емес бір нәрсе жоқ дейді, бәрі керек дейді. Және Алла тағаланың жаратылысында нұқсан жоқ дейді. Нұқсан жоқ, кемшілік жоқ. Неге? Өйткені Алла тағаланың жаратылысында әрбір жаратылыстың негізінде жақсылық жатыр, ізгілік жатыр. Енді сен де дейді, ісіңнен бір кемшілік шығып кетпеу үшін әрбір ісіңе бір жақсылықты бина қылып ал дейді. Яғни негіз қылып ал дейді. Сонда бұл дүниеде әлемдегі гармония, үйлесім, бұл дүниеде сен оны қайталай аласың дейді. Сонда Алла ғалым ба, сен де ғалым бол дейді. Алла тағала ғалым ғой. Алла тағала әділетті ме, сен де әділетті бол. Алла тағала уадуд сүйуші ме, сен де сүйуші бол. Алла ғафур. Алла тағала кешірімді ме, сен де кешірімді бол. Көрдіңіз бе? Сонда біз бір ғылым білім арқылы мысалы Абайды қарайық. Абай мысалы медреседе бірінші Ахмедрезамен Алланы таныды. Кәдімгі сабақтар өтті ғой Алланы тануды. Одан кейін өзін таныды. Қалай болу керек екенін білді. Сосын өзін тану арқылы дүниені таныды. Неге? Өйткені біз дүниені өзіміз арқылы ғана таниды екенбіз. Дүние жақсы да емес, жаман да емес. Сенің қабылдауыңа байланысты. Сен қандай болсаң. Иә, біреулер айтады, өмір жаман дейді. Шәкәрім айтады ғой, кім саған үйретті? Дүниені жамандатып, өзіңді амандатып, оны үйреткен надан шала молда дейді. Дүние жақсы да емес, жаман да емес дейді. Ол сенің өзіңе байланысты. Қаншалық сен өзіңді танисың, дүние де солай көрінеді саған. Сен егер санаң тұнық болса, дүние әдемі болып көрінеді. Мысалы, бала кезде неге дүние әдемі болып көрінеді? Өйткені сен санаң таза, бүлінбеген,
таптаза, дүние әдемі. Ал біз өскен кезде дүниенің сұлулығын көріп тоқтатамыз. Неге? Санамыз кірлейді біздің. Енді қазір балалар мысалы абай кезінде шариғат танып, алланы танып, шариғат оқыды. Қазір енді балалар қазіргі жағдайда қалай? Бірінші біз балаға осы 5 жасынан бастап біз шариғи илімдерді беруіміз керек. Основа де негіздерін. Сонда шариғат не үшін керек? Оны кім айтады? Ақ пен қараны ажырату үшін керек деп абай айтады. Яғни өзі нан табудың 3 жолы бар. Адал жолы, сараң жол және харам жолы. Бұрын қазақтың жүйесі дұрыс қой, мысалы қазақ баласын 5 жасында молдаға береді. Онда бір 2-3 жыл оқиды. Исмаил Гаспинский деген кісі болған. Атақты мынау Қырым татарының ішінде жадичі. Сол кісі айтады ғой. Шариғат дейді, ол сен дейді патшаға хат жазады ғой. Сонда патшаға айтады: сіздер егер дейді мұсылман баласы дейді, түрік баласы әлемдік цивилизацияға жетсін десеңіз дейді, шын жаныңыз ашса дейді, оларды сіз орысша оқытпаңыз дейді. Неге? Өйткені олар орысша оқыған адам өзінің негіздерін ұмытып қалады дейді, адасып кетеді дейді. Олар дейді шариғатын оқысын дейді бірінші. Шариғат ол алтын іргетас дейді. Шариғатын оқыған адам ешқашанда дейді адамшылықтың жолынан аттамайды дейді. Аттамайды. Содан кейін дейді әлемдік цивилизацияның, дүниенің ғылымын түркше оқыту керек дейді. Сол кезде оны енді ол балаға не оқытсаң да оған пайдалы болады дейді. Неге? Өйткені ол фундаменті қалыптасып үлгерді дейді. Әлихан біздің енді алаш қой алдымыздағы бағдарымыз. Әлиханды алайық, Мағжанды алайық. Мысалы Мағжан молда болып кеткен жоқ қой. Мысалы Мағжан нені бітірді? Уфадағы Ғалия медресесін бітірді. Дұрыс па? Ғалия деген сөзді ол қыздың аты емес екен ғой. Қыздың аты Ғалия деген. Ол Ғала деген жоғары деген мағына бар екен. Ғалия медресе, мысалы Әзіреті Әли дейміз ғой, Әли деген де сөз жоғары деген мағына береді. Бұл сол замандағы университет, академия ең үздік медресені Ғалия дейді екен ғой. Соны Мағжан бітірген, оны анау санаулы адамдар ғана бітіре алады екен. Сонда Мағжанның фундамент сонда қалыптасып тұр ғой. Мағжанның мықты болатыны сол, ол бірінші Ғалия медресесін бітірді. Одан кейін ол география, история, тарих, философия, педагогика бәрін қауырт меңгере бастады. Неге? Өйткені фундаментін қалыптастырып алды. Ол ешқандай, ол тіпті айтады, қатын сатынға байланба дейді. Ана ғылым іздеуші бала өнерленіме деген өлең, қатын сатынға байланба, сөзсіз бе? Алаңдама дейді. Сөйтіп сондай жүйемен оқыды олар. Бізде сол жүйені қалпына келтіруіміз керек. Бірінші балаға жалпы үйрету керек, жалпы. Оның не үшін оқисың сен? Бұрынғы ескі нелерде, медреселерде ол балаларды бірден неге оқытпайды екен? Ғылымға салып жүрмейді екен. Араб графикасы, сарф, наху, мантық. Оларға бірінші әдеп үйретеді екен. Сосын сол әдепті бойына сіңіргеннен кейін барып ғылым береді екен. Өйткені сен әдепсіз балаға ғылым берсең, ол ертең ол ғылым қаруға айналады ғой. Сонда кім айтады ғой? Осы Шәкәрімнің сөзі ғой, дүниені бұзушы да дейді, түзеуші де ғылым дейді. Ол Әбдірахман жаңбыр сияқты ғой ғылым деген. Ол Әбдірахман жаңбыр дейді, наурызда жауады. Ол тікенге тамса гүл болады, жыланға тамса у болады, араға тамса бал болады. Сонда ғылым ол Әбдірахман жаңбыр сияқты. Ол дейді жыланға, яғни адамшылық қалыптаспаған адамға тамса у болады, ал араға тамса бал болады. Тікенекке тамса гүл болады. Бір-ақ адам ғой, Байрақтар. Қаншама олжа салды Түркия мемлекетіне. Бір ғана инженер. Байрақтар анау Украинада, Азербайжанда қандай рөл атқарды. Байрақтарға арнап украиндар ән шығарды. Мысалы, бір ғана жаңағыдай инженер Түркияның несін көтерді, халықаралық имиджін көтерді. Рас қой. Қазір мысалы Түркия дрондарын сатып жатыр, мысалы, шытырлатып. Ешкім соғысты қалап отқан жоқ, бірақ ол өмірдің шындығы сондай. Өмір, сен қазір әлсіз болсаң, сені жаншып тастайды, сені басып алады. Қазір айтып отыр ғой,
кто силен, тот и прав дейді. Кім күшті, соныкі дұрыс заман қазір. Біз қазір өзіміздің ұлттық қорғанысымызды күшейтуіміз керек. Ол үшін инженерлік ғылым керек. Біз әлгі әншілерді емес, біз ғылыми табысқа жеткен адамдарды көтермелеп насихаттауымыз керек. Біздің әрбір баламыз Тесла сияқты, Илон Маск сияқты, Ұлықбек сияқты кешегі, жаңағы Әл-Хорезми сияқты ғалымдарды біз тәрбиелеп шығаруымыз керек. Мысалы, Ибн Сина сияқты ғалымдарды біз тәрбиелеп шығаруымыз керек. Бүкіл медицинаның атасы. А сол Ибн Синаның фильмін көрдім мысалы. Сонда Ибн Синаны сол дүмшелер өлтіріп тастауға даяр болған ғой. Анау адамның қарын жаруға болмайды, операция жасауға болмайды, ол харам деп. Мен фильм көрдім жақында. Ученик Ибн Сина көрдің бе сен? Көрші? Күшті фильм шығарыпты, ученик Ибн Сина деген. Сонда оба болып отқанда, не болып отқанда, ол енді білгісі келеді ғой себебін. Ана дүмшелерді болмайды дейді. Соны тығылып жаңағы бір шәкірті жасайды. Содан кейін бұлар зынданға тастайды. Дүмшелер, сендер шариғатты бұздыңдар деп. Біз ойлаймыз ғой, Ибн Сина деген жаңағыдай Ибн Синалар жаңағыдай балқып шалқып рахаттанып өмір сүрген шығар. Сөйтіп керісінше екен, олар дүмшелікпен алысып жүріп, от пен судың арасында, қауіп пен қатердің арасында жасаған екен ғой ғылым. Дүмшелік қашанда да болған. Болмайды, бұл шариғатқа қайшы, өлім келсе Алланың қолында деп есептеген. Мысалы, не келсе жаңағы оба келсе Алланың қаһары болды. Қабылдау оны, қарсыласпа, емін іздеуге әуреуі ма. Бұл деген надандық қой. Бұл заманның молдалар хакім деген не? Дүниенің себебін іздеушілер ғой. Олар дейді, хакімдер жайдың оғын бұрып әкеп электр жасады дейді. Мысалы, бұрын найзағай жарқылдады. Біз білген жоқпыз ғой, надандық заманында. Біз ойладық, Құдай қаһарланып жатыр. Адамдар қорқып, найзағайдан құрбандық шалды. Бірінші адамдарды құрбандыққа шалған екен, Құдайдың қаһарын, Құдайды мейірімді қылу үшін, Құдайды не деді, ашуын басу үшін. Надандық қой, ол қараңғылық заманда. Одан адамның орнына малды құрбандыққа шала бастады. Кейін барып ғалымдар ашты ғой, ол неге ол әуедегі электр зарядтарының жарылысы ғой. Себебін ашты. Сонда Абай айтады, хакімдер дейді, олар біздің діни ұстазымыз болмаса дейді, олар ұйқыдан, күлкіден дейді, бәрінен бас тартып, адамзаттың пайдасы үшін өмір сүреді дейді. Олар дейді, жайдың оғын бұрып әкеп электр жасады дейді. Қараңыз, яғни себебін ашты. Күн неге жарқылдайды? Бұрын жұрттың бәрі ойлады, жер айналып тұр деп ойлады. Мысалы, жерді айналып жүр барлық. Ал енді кім айтты? Галилей айтты. Жоқ, біз күнді айналып жүрміз. Коперник. Олардың бәрі хакім ғой. Солардың бәрін дүмшелер өлтірді ғой. Жанадарықты отқа жақты мысалы. Ғалымдардың сонда хакімдерді, дүниенің себебін іздеушілерді үнемі өлтіріп отырады екен. Неге? Өйткені анау нелерге, жаңағыдай дүмшелерге жаңағы тұр десе тұратын, жат десе жататын дүмше қауым керек. Олар ғылым атаулыға қас дүмшелер. Неге? Өйткені надан қауымы көбейген соң өздері жақсы өмір сүреді. Қараңыз. Мысалы, Абай жолында не бастады ғой жаңағы? Оба бастады ғой. Сонда су, ертістің суын ішіп өтті ғой. Сонда ертістің су инфекционный болады да, соны ішкен адамдар ауыра бастайды. Енді сол кезде молдалар жаңағыдай жаназа намазын тиюдің орнына одан сайын мыңдаған адамдар жинап жаназа намазын өткізеді. Сонда Абай айтады Сармолда деген жас жігіт болады. Сен барып айт дейді, имамдарға айт, адамдар жинамасын, оба ауру тарайды. Бір-екі адам ғана өткізсін жаназасын. Міндетті емес мыңдаған адам жинап. Өйткені ол адам обамен ауырады ғой енді. Бір обамен ауыратын адам келсе, ол тарайды, жұқпалы ауру. Сондай дейді. Керісінше сол кезде Абай жолында бар. Олар тимайды, неге? Өйткені жаңағыдай адамдар өлген сайын олар байи береді. Масқара ғой. Соны Сармолда барып айтады ғой осыны. Сосын Сармолда айтады, негізі біз адамдарды нетуіміз керек, жаназасын 2-3 адам ғана өткізейік.
жиналмасын деп айтыңыз деп айтады ғой шындықты. Сол жақтың жаңағы молдалары байларды, жаңағы байларды, қарақшыларды бәрін нетіп өшіктіріп сары молда шашын бастыруға барған кезде келе жатқанда пышақтай өлтіріп кетеді. сөйтіп айтты деп. Иә, абай жолында бар, оқышы өзің. Сары молданы өлтіріп кетеді ғой. Абай айтады, ол айтады, қашан тоқтайды оба дейді. Анау адамдарды жиналуын тоқтату керек дейді. Дүмшеліктің бұл шегі ғой. Өгіз өлеңді жерде өгіз семіреді, өлеңді жерде молда семіреді дейді. Ол жаман. Ол молда деген, керісінше молда деген ол үлкен бір биік атақ қой. Молда болу оңай емес. Молдама деген мағынаны береді. А біз молда деген сөздің өзін біз девальвацияға ұшыраттық. Меңгерген адамды ғана молда дейді негізінен. Иә, әлхам білген молда болады дейді, ақыр заман болатында. Әлхам білген молда болады дейді. Иә, сондай болып тұр бізде. Иә, жоқ, молда деген ол үлкен атақ қой. Әуезов соны жазады ғой. Ананы оқып отыр, жаным түршігеді ғой сонда. Дүмшелік қандай? Ибн Сина, жаңағы ученик Ибн Син деген фильмді көр, сонда да күшті. Ана дүмшелікті көресің. Ана Ибн Сина қандай жағдайда операция жасайды. Қиналып жүріп, аналар үнемі айтады, бұларды өлтіру керек, бұлар дінге қарсылар. Бұлар адамды сояды дейді. Сен адамды соймаса қалай сен операция жасайсың? Сен бір адамды, өлген адамды, сонда ана тығылып барып өлген адамды сойып, ана патшаның өзін құтқарып қойады ғой соңында жаңағы шәкірт. Сонда сен бұны қайдан білесің? Соны айтады, бұлар заңды бұзды. Бұлар адамның денесіне пышақ тигізді деп, екеуін зынданға тастайды. Сөйтіп анау қашып құтылады жаңағы. Ең соңында күшті фильм.